Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қызылшадан жасалатын өте ерекше әрі дәмді салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Қазіргі ауызашарға және де кез келген мерекелік дастархандарға осы салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте ерекше әрі дәмді болып келеді. Сіздердің қонақтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Түрін қарасаңыздар, түрі де өте әдемі, дастарханның көркін ашатыны сөзсіз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Бізге керегі қайнатылған қызылша, және де алма, мейіз, курага және де грек жаңғағы, майонез қажет болады. Байқасаңыздар, өте оңай заттар қосылады. Ең алдымен біз алмамызды сыртындағы қабығынан аршып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылайынан қабығын аршып аламыз. Енді ашылған алмаларымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мінекей осылайынан орташа етіп турап аламыз. Келесі қайнатылған қызылшамызды да дәл солайынан 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді кептірілген өрік, яғни кураганы майдалап тураймыз. Келесі мейізді де дәл солайынан майдалап турап аламыз. Ең соңынан грек жаңғағын осылай пышақпен видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалаймыз. Енді грек жаңғағының жартысын салатқа қосамыз. Жартысын бізге бетін әсемдегенге қажет болады. Жартысын алып қаламыз. Енді шамалы тұз қосамыз және де майонезімізді қосып жақсылап араластырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписация батырмасын басып, қасындағы қоңырауша белгіні басып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді ыдысымызға орналастырамыз. Менде осындай үлкендеу тарелкадан 3 тарелкаға шықты. Сіздер орташа тарелкаға салып 4 жерге салсаңыздар болады. Енді көбірек жасайтын болсаңыздар, осы заттарды 2 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді біздегі алып қалған грек жаңғағымызды осылайынан бетіне сеуіп шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бетіне сеуіп шықтым. Өте әдемі көрінеді. Салатты бір ерекше әдемі етіп көрсетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен өзім осы салатты отбасыма және де қонақ келген сайын жиі жасаймын. Қонақтарға да ұнайды, өзімізге де қатты ұнайды. Ең бастысы құрамындағы заттар өте пайдалы заттар. Құрметті қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.